Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймыз. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Бүгінгі тақырып артық саусақты алдыруға бола ма? Тақырыпты толық тыңдамас бұрын каналға тіркеліп подписаться мәзірін басыңыз. Комментарий бөліміне толық тыңдап болған соң өз пікіріңізді қалдырыңыз. Алла разы болсын дейміз. Кейбір адамдардың қолы немесе аяғының бір саусағы артық болып туады. Артық саусақ адамның бір ағзасы ма, әлде негізгі жаратылысында туындаған кемшілік пе деген мәселеде ғалымдар арасында екі түрлі көзқарас бар. Кейбір ғалымдар мұны адамның негізгі ағзасы ретінде санап, артық саусақты ота жасату арқылы алуға тыйым салған. Мәрдауи әл-Инсаф өйткені оны Алланың жаратқан жаратылысын өзгерту деп есептеген. Әли Мұхиддин әл-Қардағи, Әли Юсуф әл-Мәғди, Фиқху әл-Қадая әт-Тибияти әл-Мұхасара 530. Алайда мәшһүр көпшілік ғалымдардың көзқарасы бойынша адам бойындағы артық саусақты алуға рұқсат етілген. Артық саусақты алудағы мақсат адамның табиғи жаратылысын қайта қалпына келтіру және туабітті кемістігін жою. Фиқху ән-Нәуазил 174. Ибн Мәсғуд, Алла оған разы болсын, пайғамбарымыздан, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, қасын терген, әдебін көріну үшін тістерінің арасын ашқан, шашын жалғаған, денесіне сурет салған адамдарға тыйым салған. Алайда дертке шалдыққан жанның жөні басқа дегенін естідім деп айтқан. Нәйулу әл-Аутар 5203. Имам Табари, Алла оны рахымын алсын, бұл мәселеге қатысты былай деген: әйелдің күйеуіне немесе өзге біреуге әдемі көріну мақсатында Алланың жаратқан жаратылысын артық не кемітіп өзгертуіне болмайды. Алайда иесіне зиян келтірсе, артық саусақты алуға рұқсат етіледі. Фәтху әл-Бари 10.377. Умдату әл-Қари 19.125. Құртуби әл-Джамиғли әхкәми әл-Құран 5.395. Нәуауи шарх Сахих Муслим 14.16. Хәнәфи мазһабы ғалымдарының пікірінше, бір кісі басқа біреудің артық саусағын рұқсатынсыз кессе, оған хукумату әділ, имамның, яғни басшының жарақаттауға белгіленген құны жоқ, арнайы бекіткен төлем мөлшері бекітіледі. Кек алынбайды. Артық саусақтың пайдасы болмаса да, әдемі көрінбесе де, адамның бір бөлігі болғандықтан, оған құрмет ретінде осындай шешім шығарған. Егер оны иесінің рұқсатымен алса, немесе туыстарының келісімімен кессе, ешқандай құн төлемейді. Фатауа Қадиханда: егер артық саусақты кесу адам өміріне қауіп төндіру мүмкін деген ой басым болса, оны алмайды. Өйткені өзін қауіп қатерге итермелеген болады. Ал отаның сәтті шығуына сенімді болса, алуға рұқсат етіледі делінген. Ислам Фих Академиясының 2007 жылы Малайзияда өткен 18-ші отырысының пластикалық операцияға қатысты номері 173, яғни 11-18 баптарына қарағанда, артық саусақтың жабысып қалуы, тағы басқа сол секілді тума кемістіктер адамның физикалық және психологиялық тұрғыдан зиян шегуіне алып барса, зәрулікке және қажеттілікке орай кемістікті жою мақсатында оған пластикалық ота жасауға рұқсат етіледі делінген. Адамның қол не аяғындағы артық саусақ иесіне зиян келтіріп, қимыл қозғалыста ауырса, немесе жұмыс істеуге кедергі келтірсе, сондай-ақ оны сол қалпында қалдырған жағдайда өзгелердің оған таңырқап қарауы яки кемісту моральдық тұрғыда ауыр тисе, артық саусақты алуға рұқсат етіледі. Үкім: артық саусақ кемістік болып саналады. Оны төмендегі шарттар негізінде алуға рұқсат етіледі. Ағзаның қалыпты жаратылысынан артық болуы, физикалық және психологиялық тұрғыда зиян келтіруі, иесінің немесе туысының рұқсаты болуы, саусақты кесу өзге ағзаға зиян келтірмеуі, кесілген артық саусақты аяқ баспайтын жерге көму мұстахаб. Алланың жаратқан жаратылысын әдемі көріну мақсатында өзгерту харам. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы ғұламалар кеңесінің
фәтуасы. Алла баршаңызға разы болсын. Каналға тіркелуді тағы да ұмытпаңыз.